Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте оңай жасалатын вареный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамыз бен жарты кесе қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды салып, үстінен қопсытқыш пен ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Міне мен қамырымды илеп алдым. 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды жайып, ыдысымызға орналастырамыз. Салмасына мен варенкамен жаңғақты араластырып салдым. Үйде варенка болмаса, кез келген тосапты салып жасауға болады. Енді екінші қамырымызды алып, жайып алып, үстінен ұзыр етіп кесіп алып, пирогымыздың бетіне қойып шығамыз. Пирогымызды жасап болдым. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке саламын. Міне менің пирогым пісіп шықты. Осылай үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.